Сонау 1928 жылы тамыр жая бастаған «Жұлдыз» журналы бүгінгі таңда беделді әдеби басылым. 1928-1932 жылдары жаңа әдебиет, 1932-1939 жылдары әдебиет майданы, 1941-1945 жылдары майдан, 1939-1941-1945 және 1957 жылдары әдебиет және искусство атауымен жарық көрген журнал ақыры келіп «Жұлдыз» атауына ие болды. Журналдың қалыптасуына қазақ әдебиетінің классиктері Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов көп еңбек сіңірді. Алғашқы редакторы Сәкен Сейфуллин болды. Журналға Ғабит Мүсірепов, Зейнолла Қабдолов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Сырбай Мәуленов, Шерхан Мұртаза, Мұхтар Мағауин әр жылдары бас редактор болды. «Жұлдыз» десе дегендей-ақ жарқырап, оқырман қауымның ыстық ықыласымен үлкен сұранысына ие болды. Бүгінгі таңда да тиражы мен типі, саны мен сапасы көңілге қонарлық басылымның қоғамда өзіндік орны және өзіндік айтар ойы бар. «Жұлдыздың» қазіргі таңдағы тынысына тоқталар болсақ, бас редакторы белгілі ақын, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты Ғалым Жайлыбай. Ғасырға жуық тарихы бар әдеби басылымның әр саны рухани мәдени өмірімізге жаңалық сыйлап, жан дүниені байытады. Журналдың проза, поэзия, сыр сандық, түрік дүниесі, жас толқын, сөз сәулесі, мерей, әдеби сын және зерде сынды тұрақты айдарлары бар. Мазмұндық тақырыптық ерекшелігіне келер болсақ, сөзсіз әдебиет әлемімен тығыз байланыс орнатқан журналдың мазмұны бай, көтеріп отырған тақырыптары терең мәнге ие, әрбір саны жаңа туынды, жаңа ойға толы. «Жұлдыз» журналына биыл 93 жыл. Бұл басылым байырғы уақыттан бері дәстүрі қалыптасқан, өзінің бай мазмұны мен тарихы бар, әрбір дәуірдің талабына сай уақыттан қалмай келе жатқан үлкен мәні бар басылым. Қазіргі таңда журналда көрнекті қаламгердің әңгіме хикаяттары, қазіргі ең танымал фантастикалық, детективтік шығармалардың таңдаулы үлгілері, түрік халықтарының әдебиетінен белгілі шығармалар, діни ислам дәрістері, пайғамбарлар мен әулие әмбиелердің өміріне қатысты ғибраты мол аңыз әфсаналар, ұлы адамдардың өмірбаяны мен табиғат құбылыстарының тылсымы мен ерекшеліктері туралы қызықты хикаялар, ғылым мен техника жайлы танымдық материалдарды оқырмандар «Жұлдыз» журналынан кездестіре алады.